Сынок. Яндак. Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін мен сіздерге 2011 жылы жарық көрген шынайы оқиғалар желісімен түсірілген өлтіру құралы атты фильмнің қысқаша ғана сюжетін айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Кеттік ендеше. 91 жылы Кореяда көңілді болған 5 балақай бірге жиналып, шелек секілді ыдыстарын ұстап, тауға қарай бет алады. Біреуі не бар ол жақта десе, барған кезде көресің деп кете барады. Дәл сол уақыттары сайлау өтпек боп дайындық жүреді. Содан бір ата-анаға қоңырау түсіп, баласын сұрайды. Осылай 5 бала да жоғалып кеткенін біліп, таппаған соң полицияға келеді. Ондағы қызметкер бесеуі де жоғалуы мүмкін емес деп сенбей, сайлаудағы тәртіпке қарауымыз керек, күтіңіздер деп үйлеріне қайтарады. Сонымен сайлаудан кейін әскерлер тартылып, іздестіру жұмыстарына кірісіп, әуеден де бақылайды. 3 аптадан соң ата-аналары жаңалыққа шығып, 5 бала Саламандра үшін тауға аттанып оралмады деп бүкіл елді құлағдар етеді. Ата-аналар табылып қалар деген оймен үміттерін үзбей, іздеу қағаздарын адамдарға таратып жүреді. Амал жоқтан бақсыға барып, ол тиындарын шиқылдатып, Кимджа деген жерде деп сонда жол тартады. Бірден аян бергенде ана қоқыс көлігінде деп солай бұрып, қоқыстарды ақтарып іздей бастайды, бірақ нәтижесіз. Арадан уақыт өтіп 96 жылда келеді. Із-түзсіз жоғалған балалардан ешқандай хабар болмайды. Табылмаған балалар ұмыт болып бара жатқан секілді көрінеді. Журналистерді марапаттау жиынында бұландар жайлы түсірген деректі фильмнің продюсері Кан Чи Сон жеңіске жетіп сыйлығын алады. Кейін бастықтар алдында отырғанын көреміз. Сөйтсе Кан әдейі бұландарға арналған тағамды, шөптерді бермей аш қалдырып, арықтаған жануарларды видеоға түсірген екен. Осындай қитұрқы әрекетке барғанын білген басшылар енді мұндай қайталанбау керек деп, оны бұл жерден қуып, Тего дейтін жерге, яғни жоғалған балалардың ауданындағы бөлімшелеріне жібереді. Ол жердегі әріптестермен танысып, бастық Сонвон көліне түсіруге кетіпті. Тексерілмеген деректерге сүйене отырып, балалар осында деп ойлап, су астын қарап жатыр екен. Алайда су астынан ештеңе таппайды. Кешке барлығы жиналып, ішімдіктерін ішіп отқанда Кан әлі іздеп жатыр ма? 4 жылдан асық уақыт өтіп кетті. Кімді қызықтырады бұл оқиға деп, оның жалпы жанашырлық, мейірімділік қасиеттерінің жоқтығын, ол тек жұмыстағы мансабын ойлап қалған адам екенін түсінеміз. Сол кезде бастық қолынан жұлқылап, соны балалардың ата-анасына барып айт деп ашуланады. Сөйтіп Кан телеарна архивінен жоғалған балалардың кассеталарын алып қарай бастайды. Біреуінен профессор Хванның сұхбатын тауып, ол өзінің болжамдарымен бөлісіп, нұсқаларын айтады. Сол профессорды іздеп, университетке кеп, сол ойын нақтылап сұрап, дәптеріне түртіп алады. Яғни профессордың болжамымен ұрлаушы сайлауға кері әсерін тигіземін деп, балаларды ұрлап, бірдеңе боп қап, оларды өлдіге балайды. Жоғалғаннан кейін 2 айдан соң ана мен баланың телефон арқылы сөйлескендерін естіртеді. Чонхо сен ба десе, бала иә мен қайдасың деп анасы сұрағанда 17 секундтық үнсіздік боп, кейін қоңырау үзіліп кетеді. Ең қызығы анасының әсері, баласын жоғалтқан анаға ұқсамайды. Ол бір қалыпты уайымдамай сен ба деп сұрағаны көңілге күдік ұялатқанын жеткізеді. Баласын жоғалтып 2 ай іздеген ананың эмоциясы басқаша болу керек дегенді алға тартады. Полиция бұл кісінің телефонына аңду құрылғысын орнатқан. Алайда Чонхоның анасы бірде-бір рет аңду батырмасын баспады. Ол белгісіз біреуді сатуды қаламаған және оны қорғаштаған деген болжамымен бөліседі. Яғни балалардың жоғалуына ата-ананың қатысы бар дегенді айтқысы келеді. Соны естіген Кан жергілікті тергеуші Пакқа барып, сол ойын айтқанда, профессордың ойымен келіспейтінін, себебі полиция ол секілді кез келген сандырақ ойларды айта алмайды. Балалардың ата-аналары тірі өлікке айналды. Олар балаларын табу үшін барын тастап құрбан қылды дейді. Ал профессордың болжамы Канның жанына жақын боп, сенсация жасау үшін журналистік зерттеуін бастап кетеді. Хван екеуі Чонхоның үйіне кеп, әкесі оларды кіргізіп, фотосын көрсетейін ба деп оны іздеп жатқан
жатқанда үйдегі сөйлемейтін анасы баласына нұсқап, ол бірдеңе жасады дегенді білдіргісі келді ме, саусақтарымен бір белгіні көрсетеді. Кандар одан сайын күдіктене бастағандай болады. Сөйтіп суреттерін тауып береді. 2 айдан кейін қоңырау шалынғаны жайлы айтқанда, телефонды алып саусақпен басқанда аңду басталады. Ал әйелім тұтқамен түрткенде тайып кетті деп басылмай қалғанын, әйелім әлі күнге дейін өзін кінәлап келеді. Полиция болса жазба қысқа деп айтты деп осы уақытқа дейін жазылған барлық кассеталарын көрсетеді. Қайтатын кезде Хван әжетханаға барып келейін деп кеткенде, Чонхоның әкесі де ішім ұстап қалды деп артынан барып әйелдерге арналған кабинаға кіреді. Хван кіші дәретке шығып боп есік алдына жақындағанда Чонхоның әкесі де жетіп келеді. Бірдеңеден сезіктенген Хван әжетханадан үйге дейін 17 секунд кетті деп шамамен санап, Чонхоның әкесі мен келгенше ол да келді. Ересек адам аз уақытта үлкен дәретке шыға ала ма деп күдіктеніп, олар балаларды сонда көміп тастаған деп топшылайды. Екеуі Чонхоның әкесін шақыртып, камераға түсіре бастайды. Оны басты күдікті санайтынын айтқанда, әке ашуланып шапалақпен тартып қалады. Осылай баласын табуға көмек беремін деген әке өзі күдіктіге айналып шықты. Өзінің кінәсіз екенін білдіргісі кеп, Хванға егер бұл ойыңыз расталмаса, онда сізді себеп салдар күтеді деп ескертіп кетеді. Сөйтіп Кан екеуі зерттеп білген болжамдарымен полиция басшыларымен бөлісіп, Чонхоның ата-анасын күдікті санайды. Полиция мен тілшілер жиналып, Чонхоның үйін қазып тексермек болады. Профессор оларға алдымен әжетханадан бастаймыз деп сорғызуға кірісіп, еденді қаздырады. Ал Чонхоның әке-шешесі іске қарсы келе алмай, дәрменсіз күйде үнсіз қарап отқаннан басқа амалдары болмайды. Әжетханадан бір аяқ киімді алып шығып, бәрінің назары сонда ауады. Оны жуып тазалап, ол қыздың аяқ киімі екен. Еденді де бұзып, астын қазып, ешқандай балалар сүйектері табылмай, Хванның теориялық болжамы көз алдында құлдырайды. Көңілі түсіп кететін кезде қолмен белгі көрсеткен апаны байқап, маған көрсеткенді көрсет деп жалынады. Мылқау апа қолмен сол белгіні қайталағанда, Хван ол Чонхоның әкесі нұсқап істеген еді. Бұл белгі күдіктінің алдында қорыққаннан пайда болған болу керек деген тағы да болжаммен бөліскенде, апа енді ол белгімен Хванға сілтейді. Кейін Канға қарай көрсетеді. Пак енді бәріміз күдікті болдық па деп профессорға сенбейді. Сонда халық арасынан ол апа балалар жоғалғаннан бұрын осындай болған, есінен адасқан деп айқайлап, Хванға ызаланып, ұятың жоқ екен, жексұрын оңбаған деп балалардың ата-анасы оларды қалай күдікті санадың дегенде ашуланып оған бас салады. Хван өз болжамының дұрыс еместігінен нанбай, қалайша дегендей ойланып қалады. Профессорға сеніп, жаңалықтан сенсация жасаймын деген Канның да еңсесі түсіп, олардың күдіктері расталмайды. Сөйтіп істері оң нәтиже бермей, Кан жұмыстан кету туралы арыз жазады. Оның әйелі босанып, сәбилі болады. 2002 жылы 2 кісі талшындарды теріп жүріп, біреуі жердегі сүйекті байқайды. Содан полиция мен журналистер қаптап, Кан да оператормен бірге жетеді. Қалдықтарды ақырындап шығара бастайды. Арасында киімдері де бар екен. Тергеушілер сонша іздеп едік, олар осында болды ма деп таңданады. Яғни үйлерінен алыс емес жерден табылған екен. Сөйтіп ата-аналары сүйектерге қарап, киімдерінен танып, балалары екенін түсініп, көз жастарына ерік береді. Полиция тілшілерге алдын ала болжамдармен бөлісіп, істің тез жабылып, тергелгенін қаламаған олар, балалар жаурап, табиғи өлім орын алды деп айтқанда, қандай табиғи өлім, олар бұл жерлерді бес саусағындай білетін, неге үйге келмей осы жерде қалды деп болжамдармен келіспей, істі жаба салуды ойлағанын түсінген ата-ана шырылдап қарсы келеді. Сонымен сүйектердің қалғандарын шығарып, қазбалап жатқанда, бір ата-ана Канды танып, мынау Чонхоның үйін қазған жынды емес пе? Сен не ұмыттың мұнда деп жағасынан алады. Енді кімді күдікті санап жатсың? Чонхоның әкесі өлгенін білесің бе? Оны сендер өлтірдіңдер деп айыптайды. Кан бұрынғыдай емес, басылып қалғанын көреміз. Адамды өлімге әкелдіңдер, сенің бұл жерде болуыңа құқығың жоқ деп қуа бастайды. Кететін кезде оны профессор тоқтатып, қалайша аяқ асты денелер табылып қалды, себебі оларды осында алып келді деп әлі Чонхоның әкесін кінәлі санап жатқанын түсінеміз. Сонда Кан фактілерге жүгініп, әкесі жоғалған күні жұмыстан ерте кетпегенін алға тартып, профессордың ойының дұрыс еместігін дәлелдеп, біз екеумізде бұл арқылы алдыңғы қатарға шығуды ойлаған едік дейді. Яғни атақты болуды қалаған. Кан өз қателігін түсініп, сабасына түскенін көреміз. Ал профессор өз ойынан қайтпағанын, бірақ сол істен кейін отбасынан, жұмыстан, атақтан айырылғанын естиміз.
сонымен сүйектерді зерттеп сараптайды. Кан сарапшының шыққанын күтіп, оларды өлтірген ба деп сұрақты тігінен қояды. Жігіт енді сенсация қуаламай өлтірушіні тапқысы келеді. Сарапшы оны зертханаға кіргізгенде, Кан қалдықтарды көшірген болуы мүмкін деген болжамды айтқанда, жоқ, соңғы қалдықтың омыртқасы зақымданбаған, омыртқаны зақымдамай көшіру мүмкін емес деп бұл болжамды жоққа шығарады. Олардың бастары киімдермен жабылған, ал аяқтарын шалбарларымен байлаулы болған, рифтік түйінмен байланған деп көрсетіп, бұл түйінді байлаған адам оңай шеше алады деп түсіндіреді. Үлкен баланың басындағы зақымдарға назарын аудартып, микроскоппен түсірген суретке қаратады. Қашау сияқты нәрсемен ұрған секілді деген Канға сарапшы 20 рет ұрған. Сонда жігіт мүмкін ол балаларды қинап өлтіріп, содан ләззат алған шығар деп топшылайды. Сарапшы мүмкін өлтіруші есалаң болған шығар. Өлімнің себебі мына жарақат, соққыны қысқа және жұқа затпен жасаған, бірақ не екенін айта алмайды. Өлім құралы белгілі болғанда істі ашу оңайырақ болар еді дейді. Сөйтіп Кан Пакты тауып жұмысына кеп, одан балаларды өлтірген кім деп сұрайды. Пак білгендерін баяндап, сол күні тауға бара жатқан балаларды көрген куәгердің сөзінше, олардың қалталарында бірдеңе жатты. Тоқаш па, піспе нан ба, сондай бір тәттілер. Ал ата-аналар балаларда ондайды алатын ешқандай ақша болмағанын айтыпты. Қылмыскер төңіректі жақсы білген, болмаса балалар айтылған жерге келу үшін оларға бір нәрсе берген, немесе алдап шақырған болуы мүмкін дегенді айтады. Сендер Чонхоның үйін қаздырғаннан кейін мен таудан қайтып жатып, Чонхоның үйінің алдында бір көлікті байқадым деп айта бастайды. Көлікті қарап, есікті ашуын сұрағанда ол қашып кетеді. Нөмірі арқылы адамды тауып, сөйтсе ол Сонвон көлінде жиі балық аулайтын, тауды жақсы білетін кісі. Бірақ дәлелдер болмаған соң жібере салыпты. Кан әлгі балықшының фотороботын сұрап, Пак оған көлік нөмірі мен фотосын жібереді. Сол нөмірмен Кан мекенжайды тауып, көршісіне менің көлігімді соғып қашып кетті деп өтірік іздеп келеді. Ол ерте кетіп қалды дегенде бөлмесін сұрап алады. Ана жақта деп бөлмесін көрсетіп, Кан сонда көтеріледі. Тартпаларды ақтарып, баланың заты мен күдіктінің суретін табады. Кейін байлаулы тұрған кітапқа көзі түсіп, сарапшы айтқан рифтік түйінмен байлаған адам оңай шеше алады дегені есіне түсіп, жіпті оңай шешеді. Канның күдігі одан сайын күшейіп, оны көлігінде күтіп, көзі ілініп кетеді. Балықшы жігіт үйіне кеп, жіптің шешілгенін көріп, сырттағы көлігіне келгенде Канды байқап, ақырындап жақындайды. Назарын салып, көліктегі белгі мен нөмірін суретке түсіріп алады. Ертесіне Канның қызын тауып алады. Канға әйелі қызымыз жоғалып кетті деп хабарласып, жан ұшыра қызын іздеп айналаны қарап жүреді. Кан да жетіп, ол да іздейді. Сөйтіп қыз көліктен түсіп қалып, келе жатқанын көрген анасы қайда болдың деп құшақтап, аяғындағы байлаулы тұрған орамалды көріп, не болғанын сұрайды. Әткеншектен құлап қалдым, ана кісі маған көмек берді деп көлікке сілтейді. Әкелері де кеп, аяғының байланғанын түйінді байқап, түйінді тартса оңай шешіледі. Бірден балықшы екенін түсініп, соған көлігімен келе жатып, жүк көлігінен соны танығандай боп артынан аңдиды. Жетуге тырысып, бір үлкен қасапханаға кіргенін көріп, артынан кеп жігітті сұраса, ол сиырды союға кетіпті. Кан кабинеттегі құралдарға назар салып, үстелдегі тесілгендерге көзі түседі. Баланың басындағы жарақат тесіктеріне ұқсайтынын байқап, күдігі күшейе бастайды. Жігітке жақындап, ол сиырдың маңдайына темірді қойып, ұрып өлтіреді. Сен менің қызыма келдің деп жағасынан алып кінәлай кетеді. Кімсіз, сізді танымаймын деген жігітке, сен менің қызымды ұрладың деп соққы береді. Сен осылай балаларды өлтіргің келді. Сол үшін қасапханаға сиырларды өлтіруге келдің. Саған қан шығарған ұнайды я деп оны тікелей кінәлі санағанда, жігіт мүмкін деп жымияды. Ашуланған Кан оған шабуылдап арпалыса кетеді. Алайда Канның күші жетпей, қанша тырысқанымен оны лақтырып қылқындырады. Сол кезде бұл сен едің деп балаларды өлтіргенсің дегенді айтқысы келгенде, жігіт тоқтап, сіздің дәлелдеріңіз қайда деп өлтіруші еместігін білдіргісі келгендей болады. Айғақтар болмаған соң Кан жоқ деп шыңғырып қалады. Сөйтіп 2002 жылы қараша айында қалдықтарды зерттеу аяқталып, ата-аналарын кіргізеді. Әр баланың сүйегін жинап, киімдермен бірге бөлек-бөлек жатқызып қойыпты. Соны көрген ата-ана жанайқайға салып, кеуделерін өксік кернеп, кейбіреулері есінен танады. Сынок. Yandık.
көңілсіз күйде Кан да оларды бақылап қарап тұрады. Кейін ол Чон Хоның анасынан кешірім сұрауға жақындайды. Мен қалдықтарды көргенде жеңілдейтін шығарым деп едім, бірақ оның қиналып ауырсынғанын ойлағанда деп еңкілдеп көзінен жас сорғалап ағады. Кан істеген ісі үшін кешірім сұрағанда сіздің кінәңіз жоқ деп телефондағы баланың дауысы Чон Хоныкі емес еді деп шындықты айта бастайды. Жалғыз ұлымның дауысын қалай танымаймын деп телефонмен сөйлескен кезі көрсетіледі. Чон Хомын деп қоңырау шалғанда қайдасың деп онымен сөйлесіп боп, ол емес екенін біледі. Яғни біреулер оларға осылай өтірік баласы боп қоңырау шалып, тиісіп, зұлым тәсілмен әзілдеген екен. Соны білетін әйел телефонға бір қалыпты эмоциясыз жауап беріпті. Содан балаларды ұмытып бара жатқан соң оларды қайта іздейді деген үмітпен күйеуімен келісіп, полицияға Чон Хо хабарласты деп өтірік айта салған екен. Бірақ жылдар өте балалары өлі табылады. Басынан бастап сенсация қуалап атағын шығаруды ойлаған Кан өз қателігін түсініп, керісінше жанашыр адамға айналғанын көреміз. Фильм соңында 91 жылы 5 бала тауда жоғалып кетті. 2007 жылы бұл істің мерзімі ескіріп, тергеу мен кінәлілерді жазалау мүмкін емес деп аяқталады. Яғни ауыр қылмыс жасалып, сол күйі айыптылар табылмағанын түсінеміз. Егер кино ұнаған болса, лайк басып арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.